Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Бүгін сіздермен осындай ерекше кейк-попстардың жасалу жолымен бөлісемін. Алдағы уақытта шығатын видеоларды өткізіп алмас үшін менің арнама тіркеліп, колокольчикті басып кетіңіздер. Бірінші какао масланы микроволновкада ерітіп аламыз. Оған жирорастворимый краситель қосамыз. Видеода көрсетілгендей, немесе қылқаламның көмегімен формочкаға какао масламызды шашыратамыз. Үстінен темперированный шоколадымызды құямыз. Біркелкі қылып жағып шығамыз. Холодильникке шамамен 10-15 минутқа салып қоямыз. Одан кейін бисквитті қолмен немесе блендермен үгітіп аламыз. Бисквитті мен алдын ала пісіріп алдым, құрамын описаниядан қараңыз. Оған сгущенка қосамыз. Масса біркелкі болып жиналатын болу керек. Формамыздың ішін толтырамыз. Одан соң үстінен шоколадпен жағып шығамыз. Үстін тегістеп, артық жерлерін алып тастаймыз. Шоколад қатқанға дейін холодильникке салып қоямыз. Кейк-попстарымызды формадан алып әсемдейміз. Ол үшін шоколадты жирорастворимый қара красительмен бояп, қылқаламмен осындай мазок жасаймыз. Үстінен осындай әдемі посыпканы жабыстырамыз. Осымен ерекше кейк-попстарымыз дайын болды. Бұл тәттілер дастарханыңыздың сәнін келтіретіні сөзсіз, дайындап көруге кеңес беремін. Видео ұнаса бағалап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.